Кредит қайтаруға жағдай келмесе, не істеу керек? Заңға өзгеріс енгізілді. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, біздер бастаймыз. Жаңа ережеге сәйкес, жеке тұлғалар кредитті төлей алмаса, мәселені тікелей банкпен немесе микроқаржы ұйымымен шешуге құқылы. Қазақстанда 1 қазаннан бастап проблемалық кредиттерді реттеудің бірыңғай тәртібі енгізілді. Енді банкте, микроқаржы ұйымында бірден коллекторларға жүгінбейді. Олар қарыз мәселесін алдымен борышкермен өзара шешуге міндетті. Осы орайда заңға нақты ереже енгізіліп отыр. Банк пен борышкердің міндеті. Жаңа ережеге сәйкес жеке тұлғалар кредитті төлей алмаса, тікелей банк немесе микроқаржы ұйыммен мерзімі өтіп кеткен берешек мәселесін шешуге құқылы. Бірақ әрбір тарап өзіне жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындауға тиіс. Біріншіден, кредит алған адамның мерзімі өтіп кеткен берешегі болса, банк болсын, микроқаржы ұйымы болсын, сол сәттен бастап 20 күннің ішінде оған хабарласып, төлем мерзімін өткізіп алғаны туралы ескертуге міндетті. Қызметкерлер берешек жайында айтып қана қоймай, мерзімі өтіп кеткен төлемнің нақты мөлшерін көрсетуі тиіс. Қарызды төлемегені үшін қандай жауапкершілігі болатыны ескертіледі. Сосын проблемалық кредит мәселесін шешу үшін банкке немесе микроқаржы ұйымына шақырады. Екіншіден, кредит алған адам өз кезегінде берешектің мерзімі өткен күннен бастап 30 күннің ішінде кредиттік ұйымға қарызды қайта құрылымдау туралы жазбаша өтініш тапсырады. Онда нақты бірнеше мәселені көрсету керек. Олар қарыз мерзімін өткізіп алудың себебі, қарызды қайта құрылымдауға қатысты өз ұсыныстары, кірістердің төмендігінен және өз міндеттемелері бойынша төлем жасаудың мүмкін еместігін көрсету, өтінішпен қоса тиісті құжаттар беріледі. Үшіншіден, қарыз алушының өтініші міндетті түрде қабылдану шарт. Оны тіркеуге алып банк немесе микроқаржы ұйымның қарауына шығарады. Өтініште толық мәлімет болмаса, кредит алған адамға хабар беріледі. Ол 5 күннің ішінде қосымша мәлімет пен құжатты ұсынады. Өтінішті қарау тәртібі. Кредитор қарыз алушыдан құжаттардың толық пакетін алғаннан кейін өтінішті қарайды. Оның мәселесін қарау кезінде ағымдағы қаржылық жағдайы мен төлем қабілеттілігі, әлеуметтік жағдайы және кепілге алынған баспананың жалғыз болуы, қарыз бойынша міндеттемелерді адал орындау сияқты факторлар ескеріледі. Кредит берген мекеме өзінің жауабын күнтізбелік 15 күннің ішінде беруге тиіс. Жауаптың 3 нұсқасы бар. Олар: кредитор қарыз алушы ұсынған банктық қарыз микрокредит шарттарының талаптарына өзгерістерді енгізуге келісім береді. Кредитор банк қарыз микрокредит шартының талаптарын өзгертуге қатысты өз ұсыныстарын жасайды. Кредитор қарызды қайта құрылымдаудан бас тартуға шешім қабылдайды. Жауапта нақты себептері көрсетілуі шарт.